Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін Орео тортын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа, қайнап тұрған ыстық су, сұйық май, құмшекер, ұн, какао мен ас содасы және шымшым тұз қажет. Ол үшін енді бөлек ыдысқа, құрғақ ингредиенттерімізді саламыз. Яғни ол ұн, какао, ас содасы және шымшым тұз. Барлығын еліктен өткіземіз. Сосын араластырып қоямыз. Бөлек жерге қойып қоямыз. Енді басқа ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Құмшекерді саламыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Сосын сұйық майды салып, 1-2 қасықтан құрғақ ингредиенттерімізді салып, тағы да миксермен араластырамыз. Енді оның үстіне кипятогымызды салып араластырамыз. Пергамент төселген немесе майланған формаға 24 сантиметрлік, 21 сантиметрлікте болады, салып 180 градуста 50-55 минуттай пісіріп аламыз, немесе 3-ке бөліп те пісіруге болады. Ол кезде 25 минуттай піседі. Оған дейін кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки қажет, қант ұнтағы және қаймақ немесе творожный сыр. Ең алдымен ыдысымызға және Орео печеньесі қажет, және загуститель для сливок қажет болады. Ең алдымен қаймаққа құмшекерді салып араластырамыз, сосын загустительді салып тағы да араластырамыз. Оған дейін бөлек ыдысқа осы Орео печеньесінің ішіндегі кремін бөлек ыдысқа салып қоямыз. Ол бізге пропиткаға қажет. Міне осындай болып алып тастадық кремдерін. Енді осы ақ креміне қайнап тұрған ыстық су құйып араластырамыз. Бізде пропитка дайын. Осылай да жасауға болады пропитканы, немесе сүтте қосуға болады. Енді бағана араластырған қаймағымызға сливкиді салып толықтай қойып болғанша араластырамыз. Содан бағана Орео печеньелерін бөліп салып араластырамыз. Енді бөлек ыдысқа тортымызды жинаймыз. Пропитка жағып, кремін жағып, Орео печеньесімен әсемдейміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Тоңазытқышқа 1 сағатқа салған жөн. Видеоны лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыз.